Қалайсыздар достар? Мен көптен бері видео түсірмей қойдым. Оның себебі бар. Себебі WebMoney жұмыс істемей қойды. Енді жұмыс істеп жатыр. Көп адамдар жұмыс істемей жатыр деп айтып жатыр. Қазір біз басқаша кіреміз. Алдыңғы кіретіндей кіре алмайсыздар. Себебі ол жағынан доступ жоқ. Сол үшін бәріне сообщение келген. Чаты деген жерге кіресіздер. Exchanger сервис дегенді басасыздар. Сол жерде осындай сообщение келген. Мен Қазақстанда тұратын болғандықтан осындай ссылка келген. KZ Exchanger Money деген. Осымен кіріп жұмыс істесеңіздер болады. Қазір мені 100 мыңға вымыз алатын боламын. Оны не ашылды. Сөйтіп тұратын болса сіздер осы жерінде 3 сызықша бар. Соның үстін басасыздар. Карта дегенді басасыздар. Себебі біріншісінде вымызды сатып аламыз. Картамен. Вымызды деп жазыңыздар. Осыны басасыздар. Теңгемен алғандықтан теңгені таңдайсыздар. Рубльмен болса рубль. Өзбекстан сомымен болса Өзбекстан сомын жазасыздар. Басқа видеоларымда рубльмен, соммен, Қырғызстан сомымен видео жасап қоятын боламын. Мен Қазақстан теңгесімен алам. Біріншісін таңдайсыздар. Себебі біз сатып аламыз. Егер сіздерде вымызды сататын болсаңыздар, продажа деген жерге басасыздар. Осы жерден жазасыздар. 100 мың деп жазам. Мен 100 мың деп жазасыздар. Сіздер қандай суммаға жазсаңыздар, алатын болсаңыздар, соны жазасыздар. Енді бізде ең біріншісін таңдайсыздар. Себебі ең арзаны ең біріншісі болып саналады. Үстін басасыздар. Не кірді. Халық банкінен жіберсеңіздер болады. Жіберіп болғаннан кейін скриншот жасап аласыздар. Скриншотты подтверждение жасайсыздар. Мен жібердім деп. Бұл астына түсесіздер. Мына жерінде подтверждение подтвердить перевод деген бар. Үстін басасыздар. Осы жеріне выбрать етіп үшіншісін таңдайсыздар. Скриншотымызды қойып, ол адамға жібереміз. Далее деп басасыздар. Кейін сіздерге вымызы келеді. WebMoney'дің ішіне кіресіздер. Главныйында осы жеріне қанша ақша түсірсеңіздер, вымызды түсірсеңіздер, сол шығады. Видео ұнаған болса лайк басып, подписка жасап қойыңыздар.